Мен таулықпын, тау қызымын, таудан мен жаратылғам. Анамның ақ сүті бойымдағы дара тұлғам. Осы тауда қанша өсімдік, қанша жеміс өссе, менің бойымда соншалықты қасиет бар деп санаймын. Шөбім айса жұрты жайсан, туып кіндік кескен жер, жаңбыр жауса лай батпағын, жалаң аяқ кешкен жер. Алқам салқам қойға ярып, тайғолонмен лескен жер, қарының тойса құрбыңдаңдып, қайғы көрмей өскен. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім, ал білім көкжиегінде қалықтаған құстай, жер жаһанға ізгіліктің нәрін себуші бірден бір адам мұғалім. Армысыздар асыл ұстаздарым. Мен ұстазбын, мәңгі бағым сақталған. Мен ұстазбын, ана үміті ақталған. Мен ұстазбын, адал еңбек бекіткен, мамандығым ер алдында мақталған. Ұстаз болу мақтанарлық жетістік, ал оқушы мен егетін егістік. Әр күнімде түрлі қызық дән жатыр, ағылшынша үйретемін етістік. Мектеп маған күш беретін қабырға, кітап байлық шақыратын сабырға. Тақта қалам, қағаз біткен серігім, егін үшін білім берем тамырға. Әр минутым қымбат тұрар алтыннан, уақыт кейде тартып кетер алқымнан. Ұстаз үшін қиын емес ештеңе, ең бастысы ниет алға талпынған. Үздік ұстаз болу басты арманым, білім беріп салу тәртіп салмағын. Әр оқушым менің жеке әлемім, білім болса тауып алар қалғанын. Ұжым тату, әрбір ұстаз бақытты, әр сөздері сыйлап тұрар жақытты. Ұстаз деген мың кітап, пайдалығып өткізетін уақытты. Ұстаздығым мәңгі тәжім басымдағы, ұстаздығым асыл шәкірт қасымдағы. Ұстаз деген ұлы титул мен таққан, үлкен белгі көк көрлеген тасымдағы. Ең алғашқы сыныбымның алғашқы жетістігі. Шәкірттерім онлайн олимпиадада тек бірінші орынды иеленді. Алғыс хаттармен, құрмет грамоталармен марапатталдым. Ең мақтанатын жетістігімнің бірі медицина саласында білімімді дамытқаным. Қазіргі карантин уақытында көптеген адамдарға қол ұшымды тигізгеніме қуанамын. Қашықтықтан осы күнге дейін 80 түрлі программаны үйреніп, осы күнге дейін 100-ден аса видеоларды монтаждадым. Бұл менің ең сүйікті ісімнің бірі. Карантин кезінде Гарвард медициналық мектебі семинар өткізді. Семинарда оқушыларға деген пайдалы мәліметтерді айтып жеткізді. Ол мәліметтерді мен карантин кезінде өз оқушыларыма, өз шәкірттерім толық мәліметті жеткізе алдым. Түрік мемлекеті, Март университеті, Katılım белгісі, çocukları İngilizce öğretmenler oyunlar, балаларға ағылшын тілін ойын түрінде жеткізу. Бұл әдіс тәсілдерді өзімнің еңбек жолымда қолданып келемін. Ризамыз саналы шәкірттерге, ризамыз жетекші завучтерге, қабылдап мектепке баршамызды, аяулы мерейлі директорге, кездесіп тұрайық жиі осылай, әзірге қоштасып келді орай, шығарып салынды сахнадан шапалақ бер. Би билеу менің сүйікті істерімнің бірі. Менің жас маман ретінде алар асуларым, бағындырар биіктерім өте көп. Және осы жолда өзімді шебер мұғалім ретінде көрсетемін деп сенемін. Қазіргі заман білімді жастардың қолында. Ендеше жаңа әлемге жаңаша жол салу менің басты мақсатым.